Күн көкжиектен күлімсіреп қарады. Жаңа күн басталды. Арман күлімсіреп оянды. Махан жаңа жерлерді ашу ұнайды. Бүгін мен тағы бір қызықты орын табамын. Арман сөмкесін жинады. Ол тамақ, су және компасын алды. Ол кез келген нәрсеге дайын болды. Ол белгісізге қарай қуанышпен аттанды. Орман Арманды қуанышпен қарсы алды. Ол табиғаттың тыныштығын сезінді, құстардың әнін тыңдап, жапырақтардың сыбдырын естіді. Оған қарағай иісі мен ылғалды топырақтың иісі ұнады. Ол ирелеңдеген жолмен жүрді, әр қадам сайын жаңа нәрсені байқап, табиғаттың сұлулығына таңданды. Бұл жол мені қайда апарады екен? Менің алдымда қандай құпиялар бар? Ол ашық алаңқайға келді. Айналасында кеңістік пен еркіндік сезімі пайда болды. Ортасында үлкен емен ағашы тұрды. Бұл ағаштың тарихы бар сияқты көрінді. Оның әрбір бұтағы өткеннің куәсі. Оның бұтақтары аспанға дейін жетті. Бұл ағаштың күші мен өміршеңдігі таңқаларлық еді. Бұл ерекше орын екенін Арман сезді. Ол бұл жердің құпияларын ашуға асықты. Достарымен бірге жаңа шытырман оқиғаларға дайын болды. Емен ағашының жанында екі бала ойнап жүрді. Олар күннің ыстығынан қорғанып, ағаштың салқын көлеңкесінде уақыттарын өткізді. Аяулым есімді қыз түрлі түсті тастарды жинап жүрді. Ол әрбір тастың ерекше түсі мен пішінін қызықтап, табиғаттың сұлулығына таңданды. Ерболат есімді бала бұтақтардан кішкентай мұнара жасап жатты. Ол мұнараны мұқият құрастырып, әрбір тасты орнына қойып, өз қолымен жасағанына мақтанды. Олар Арман жақындағанда бастарын көтерді. Арманның келуімен олардың қуанышы арта түсті. Сәлеметсіздер ме? Бұл қандай тамаша жер? Мұнда бәрі сондай әдемі және қызықты. Аяулым мен Ерболат күлімсіреп жауап берді. Олар Арманды жылы қарсы алып, оның келуіне қуанды. Олар Арманды өздерімен ойнауға шақырды. Кел бізбен бірге ойна, деді олар. Олар жаңа дос тапқандарына қуанды. Арман да олардың шақыруын қабыл алып, бірге ойнауға келісті. Кел, бізбен ойна. Бізде көп қызықты ойындар бар. Я бізбен ойнағанды қалаймыз. Біз бірге көп қызықты нәрселер жасай аламыз. Сөйтіп үлкен емен ағашының бұтақтарының астында жаңа достық басталды. Балалар бірге ойнап, күліп, жаңа достықтың алғашқы қадамдарын жасады. 3 бала таңертең бойы ойнады. Олар ертегі айтып күлді. Ағаш үй саламыз. Басқалары бұл идеяны ұнатты. Олар бұтақтар мен жапырақтарды жинады. Бірлесіп, олар армандаған ағаш үйін сала бастады. Бұл олардың өз орны, достық пен шытырман оқиға орны болады. Табиғаттың сұлулығын тамашалап, достар бір сәтке үнсіз қалды. Ағаш үй салу оңай болған жоқ. Кейде бұтақтары құлап қалатын. Бұл олардың шыдамдылығын сынайтын. Кейде олар ең жақсы құрылыс әдісі туралы дауласып қалатын. Әрқайсысының өз пікірі бар еді. Бірақ олар ешқашан бас тартқан жоқ. Әрбір сәтсіздік оларды тек күшейтті. Біз мұны істей аламыз, тырыса берейік. Бірге болсақ бәрі де мүмкін. Біз тек бірлесіп жұмыс істеуіміз керек. Бір-бірімізге сенім артуымыз қажет. Олар бір-біріне көмектесуді үйренді. Әрбір көмек қолы олардың достығын нығайтты. Олар тыңдауды және бөлісуді үйренді. Ормандағы әрбір жаңалық оларды жақындатты. Олардың жеңген әрбір қиындық олардың достығын нығайтты. Әрбір жеңіс олардың бірлігін көрсетті. Ақыры ағаш үй салынып бітті. Олар өз жұмыстарына мақтанып, ішке көтерілді. Олар жапырақтар арқылы батқан күнді тамашалап, бірге отырды. Бұл керемет. Жылы жарық олардың жүректерін бақытқа толтырды. Олардың бір-бірі болды, ал бұл маңызды болды.